Сәлеметсіздер ме балалар? Ал енді балалар сабағымызды бастамас бұрын психологиялық ахуал туғызып алайық. Біз бақытты баламыз, биге қанат қағамыз, болашаққа талпынып, оттай лаулап жанамыз. Отыра қойыңдар балалар, рахмет. Сабағымызды бастамас бұрын балалар, біз бірінші топтарға бөлініп алатын боламыз. Сендердің аттарында арнайы бағдарламаға енгізіп қойылды. Біздің 3 топқа бөлінеміз. Біреуіміз әншілер, біреуіміз күйшілер, және бір тобымыз суретшілер болып бөлінетін боламыз. Қазір бағдарламаны қосамын, сол есімдерге қарай бөлінетін боласыңдар. Ал енді балалар экранға қарайық. Балалар, енді біз 3 топқа бөліндік, әр тобымыздың өзіміздің атымыз болу керек. Біз өнер бөлімін өтіп жатқандықтан, әр топ өз аттарына ие болу керек. Сендер? Сендер суретшілер топтары, өнер топтары, сіздер күйшілер топтары. Өте жақсы балалар. Балалар, өткен сабақтарға шолу жасаймыз. Біз өткен сабақтарда аққыз туралы аңызды өткен болатынбыз. Сол өткен тақырып бойынша алақандарының суретін сызып, қырқып алып, және соған суреттер, сұрақтар жазып келуілерін керек болған. Сіздер алып жапсырып дайындап қойдыңыздар. Енді осы сұрақтарға жауап бересіздер. Қарақұс аққұсқа неге өшікті? Себебі қарақұс өзінен басқаның жақсы болуын қаламайды. Жақсы. Келесі бір бала шақырайын, келе ғой. Аққұстың зарлы әні жан-жағына қалай әсер етті? Аққұстың зарлы әнін тыңдаған табиғат көл ағысын тоқтатып, тау екіге айырылып, ағаштар жапырағын жайып, қайғыға оранды. Жақсы, тамаша отыра ғой. Келесі, келе ғой. Бетховен немістің ұлы композиторы әрі дирижер. Ол таскерен болса да қажап әндерді жазған. Тамаша, жарайсың. Балалар, тақтаға назар салыңдар. Тақтада суреттер берілген, мұқият қараймыз. Суретте нені көріп тұрсыңдар? Қайрат, жауап бере қойшы. Мен бұл суретті ертегілер кейіпкерлерін көріп тұрмын. Тамаша, отыра қойыңдар. Енді бұл суреттер шынайы суреттер ме? Шынайы өмірден алынған суреттер ме? Ясмин, жауап бере қойшы. Бұл адамның ойынан туындаған суреттер. Жақсы. Ал енді мұқият зер салыңдаршы, бұл суреттер түсірілген бе, әлде салынған ба? Арманбек айта қойшы. Бұл суреттер салынған. Салынған суреттер. Өте жақсы, жарайсыңдар. Демек, біз бүгін сурет салу өнер деген тақырыпқа өтетін боламыз. Балалар, бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз сурет салу өнері. Ондағы мақсатымыз қиялыңдағы суретті сипаттайсың және саласың. Тамаша балалар, енді біздің Қазақстанның суретшілері туралы да таныстап отырыңдар. Назарларым видеода болсын.
видеоны тамашалаймыз. Қазақ сурет өнері дамыған және дамушы салалардың бірі. Оның ұшар басында әйгілі кескіндеуші, график суретші, қазақ бейнелі өнерінің негізін салушы Әбілхан Қастеев тұрады. Ал одан бері қандай өзгерістер болды? 21 ғасырдағы қазақ суретшілері кімдер? Ендеше солардың ондығымен таныс болыңыздар. Балалар енді мәтінді шынжыр әдісі арқылы тізбектей оқитын боламыз. Абылай бастай ғой. Біздің сайқан сауыр таулары тұнып тұрған сұлулықтың өзі сияқты. Тек асқар таулар мен ну орманда сарқыраған ақ көбік өзендер қиялы еріксіз қозғайды. Ақ қағаз бетінен қарандаспен бірдеңені саласың ба, қайтесің деп маза бермейді. Екінші сыныптан бастап сурет сала бастадым. Онда да қайбір қиратып тастады дейсің. Жалғастыра ғой айарым. Қисық қарағайлар, ақсақ аюлар деген секілді мұғаліміміз Кәрім Ақтаев бәрібір мені мақтап қояды. Бұл баланың көкірегінде көз бар деп бірте-бірте. Ал енді балалар шаршаған болармыз, олай болса, серпілу жаттығу жасап алайық, қане орнымыздан тұрайық. Тамаша, бүгінгі тақырыбымызға орай көзімізді жұмып, музыканы тыңдай отырып, қиялымыздағы суретті салайық. Мен айтып отырам, сендер сол суретті салуға кірісіңдер балалар. Алдымен табиғатты салайық, біз алдымен тауды салайық. Тауды салайық. Тамаша. Осы тауымызға алты бақан құрастырайық кәнеки. Тамаша. Екі таудың ортасына сол алты бақан. Ал енді балалар өздерінің топтарын жазылған қағаздардың астында суреттер тұр. Сол суреттерді ақырындап алып, бірінші және екінші топ, күйшілер тобы менен суретшілер тобы ертегі құрастырыңдар, ал сіздер мәтін құрастырыңыздар. Ортаға қоямыз. Бұл топпен жұмыс балалар. Ортаға қойып, ал әңгімелерімді құрастырыңдар. Қанеки. Ертеде Әлжан деген бір бала болыпты. Ол өзі қиялынан ертегілер мен әңгімелер шығарады. Оның әңгімелерін ешкім тыңдамайды. Ол бір күні дос тауып алды. Оның досының аты Ақтөс. Күнде аңға, күндіз күнге мінетін. Ал Ақтөс оның әңгімелерін мұқият тыңдайтын. Сонымен балалар, оқу тапсырмасы сендерге мәтінді оқып, мәтін бойынша жоспар құрып, және сонымен жоспарымызға сәйкес қиялымыздағы суретті салатын боламыз. Ал енді балалар, сабағымыздың соңына қарай бүгінгі өткен тақырыбымыз бойынша ауа райы әдісі арқылы сабақты қалай түсіндік, солай бағалап жіберейік. Бір-бірден келіп бағалай қойыңдар. Келе ғой, келе ғой. Келе ғой. Келе ғой, сендер ақырын болтыра тұрыңдар. Олар жапсырып алсын. Тамаша. Келе ғой. Болды. Күте тұрамыз, алдын күте тұрайық. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.